мәйітті көрсетеді ғой, сонда мәйіттің хотя бы қолынан сүюге бола ма? Болады, проблема жоқ. Болады. Ода тұрған ештеңе жоқ. Бірақ бір мәселе бар да, сол адамды сен тірінде сүйсең, онда сүйе бер. Тірінде сүймесең, тіріде ағайынды ренжітсең, әке-шешеңді ренжітсең, оның айтқан тыңдамасаң, өлгеннен кейін сүйгенде не, сүймегенде не, наоборот, ол зұлымдық болады. Одан пайда жоқ. А сен егер тіріңде сүйіп, әке-шешеңді сағынып, қызмет етіп, соның айтқанынан шықпаған бала болсаң, онда қолын сүйсең де болады, қайтыс болған адамның аяғын сүймаған десең бола береді. А егер сен оның бетін көрмесең, тірісіне өзің дүние, қатын бала, ақша деп қаңғып жүрген біреу болсаң, әке-шешеңді ренжітіп жүрген бала болсаң, онда даже көрсетудің керегі жоқ. Не то что қолын сүйгізу. Сол сүюді орысша айтқанда заслужить надо. Заслужить надо. Немен заслужить етеміз? Тірі кезінде қызметпен заслужить етесің. А мен дүние табамын, қалай баламды асыраймын, мен ойнап жүрмін ба, мен жетісіп жүрген жоқпын ғой деп әке-шешесіне қарсы сөйлегендерің, құтырып жүргендерің, әке-шешеңді ренжіткендерің, вот солар вообще көрмей ақ қойсын әке-шешесін.